Сәлем достар, біз бүгін сіздердің сұрауларыңыз бойынша Тесо ханның өмірі жайлы айтатын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып кетуіңізді сұраймыз. Осылайша сіз біздің арнамызда шығатын видеоларды жіберіп алмайсыз. Ендеше біз бастаймыз. Томбио мемлекеті дәлірек айтары болсақ, Пуйо мемлекеті Чосон елі Қытай елінің үздіксіз шабуылынан құлағаннан кейін құрылған мемлекет. Чосон жері толығымен дерлік Қытайға бағынышты болып, халық құлдыққа айналған уақытта Хебуру Сардар Чосон елі құрамында болған Пуйо сарайын бөліп алып, мемлекет ретінде жариялайды. Кейін олар тәуелсіздігін сақтап тұру үшін сол уақыттағы хан патшалығына салық төлеп, құлдар жіберуге мәжбүр болған. Ел негізін қалаушы Хебуру хан дүниеден өткен соң, таққа ұлы Кимба отырып, Кимба ханның бірінші әйелінен біздің жыл санауымызға дейінгі 73-ші жылы Тесо ханзада дүниеге келеді. Кейбір тарихи деректерде оның 6 інісі болғаны жайлы айтылады. Сол уақыттағы мемлекеттердің заңдылығы бойынша таққа ханның үлкен ұлы отыру керек болған. Бірақ соған қарамастан Тесо ханзадаға Шумон ханзаданың асқан мергендігі арқылы Кимба ханға жақын болуы қызғаныш тудырып, бір күні інілерімен аңға шыққан уақытта Шумонды ағашқа байлап олжасын тартып алған деседі. Осылайша бала күннен қатыгез болып өскен Тесо Көгуре елі құрылған соң, бір жылдан кейін таққа отырып, өзі қалаған мықты елді құруға талпынады. Бірақ Пуйо жерінде ешқандай байлық жоқ болуы себепті, маңайдағы елдермен жақсы байланыста болып, сауда-саттық жасайтын еді. Бірінші азық-түлік тапшы болуы, екіншіден Көгуре хан патшалықтарының аса қатты мықты болуы Тесо ханға мүмкіндік бермеді. Кей тарихи жазбаларда ашық соғыста күшті тапшы болуы себепті Тесо жендеттер дайындап, көршілес елдердегі өз еліне кесірін тигізуі мүмкін деген адамдарды өлтіріп отырған деген деректер бар. Ол інісі Жумоңның баласы Юри, немересі Му Хюлдың кездерінде өмір сүріп, ақыры соңында Тесо патшаны 23-ші жылы Му Хюл өлтіріп, Пуйо елін Көгуре жеріне қосады. Тесо хан елінің 3-ші әрі соңғы ханы болды. Оның артынан ерген ешқандай ұрпағы болмаған. Оны халқына жаны ашымайтын қатал хан ретінде тарих беттері суреттейді. Тарихта айтылған Пуйо бекінісі қазіргі таңда Пеньян қаласы болып табылады. Осы уақытқа дейін бұл жерде ешқандай қазба байлық түрлері анықталмаған. Осыған қарабақ Тесо хан билеген Пуйо елі заманында көршілес елдерге қаншалықты тәуелді болып, шарасыз күй кешкенін аңғаруға болады. Негізі тарихта Тесо ұлық тұлға ретінде көрсетілмеген. Оған себеп хан патшалығының ықпалынан шыға алмауы, әрі Көгуре елінің құрылуына жол беруі болса керек. Егерде Жумон хан негізін қалаған Көгуре жайлы видеомызды әлі де көрмеген болсаңыз, төмендегі сілтеме арқылы өтіп тамашалай аласыз. Және алдағы уақытта арнамыздан қандай тақырыптағы видеолар шыққанын қалайсыз? Өз пікіріңізді қалдырып, төмендегі қызыл тетікшені басып, видеоны достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.